Сәлем достар, бүгін сіздерге мен өте жұмсақ және 15 минутта ғана дайын болатын пиццаның рецептімен бөлісемін. Бізге керегі 2 жұмыртқа және өздеріңізде үйлеріңізде бар қандай процентті қаймақ болса да бола береді. Бізге 5 қасық қаймақ, 5 қасық майонез керек болады. Және осы үшеуін жақсылап бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз және қалауларыңызға тұз қосамыз. Яғни жарты чайна ложка или егер көп жасайтын болсаңыздар 1 чайна ложка қосамыз. Үстіне разрыхлительді қосамыз. Бұл үлкен кісілерге жегенге өте дәмді болады пицца. Жұмсақ әрі оңай. Бір жерден асығып келген кезде де оңай дайындалады. Және де ұнымызды салып, жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Дәл осындай масса шығу керек. Және бізге табаны майлап, соған орналастырамыз. Ал сіздерде полкан қағаз болса, әрине, полкан қағаз төсесеңіз тіпті жақсы. Менде болмағаннан кейін табаны майлап, соның үстіне орналастырып жатырмын. Осылай жақсылап жайып шығамыз, бір келкі болғанша. Және бізге кетчуп майонез керек болады. Майонезді жақсылап орналастырамыз. Майонез бен кетчуп қаншалықты көп болған сайын пиццаларыңызда сол қолым татты болады. Сондықтан кетчупты көбірек қоса беріңіздер. Және де үкіштен сырымызды жақсылап өткіземіз. Сырларыңыз морозильникте тұрса жақсы болады. Бөлініп кетпей бір келкі болып түседі. Жақсы үкіштен жақсы өтеді. Жақсылап үкіштен өткізіп осылай қызып тұрған пешке салып қойыңыздар. Мен үйдегі бар затпен жасадым. Менде помидор бар және черный маслин бар. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша любой нәрсе қоссаңыздар болады. Мысалы, татты бұрыш қоссаңыздар болады. Яғни болгар бұрышы. Или колбаса бар. Өздеріңіз қалауларыңызша. Менде осы 2 зат қана бар үйде. Сосын помидорымыз бен маслинді жақсылап орналастырамыз. Алдын ала пештеріңізді қыздырып қойыңыздар. 10 минутта пісіріп шығасыздар. Мінекей бізде осындай жұмсақ тәтті 15 минутта дайын болатын пицца дайын болады. Егер қарындарыңыз ашып келген кезде осылай дайындап, тез арада пісіріп жесеңіздер болады. Рахмет.